Петропавлдың Ойғалы ауданындағы Киев көшесі 61-ші сырт көзге қарағанда қарапайым болып көрінеді. Дегенмен үйдің маңындағы көне бекіністер көздің жауын алатын айдан анық. Оны көктемгі еріген қармен бірге ағатын жардың қыртасын тоқтату үшін жасадық дейді бекіністі құрастырғандардың бірі Руслан Файзуллин. Привезли камень, кирпич, какой-то строительный материал, начали укреплять. В процессе укрепления горы получилось много камня. Он как сам по себе себя просто-напросто закрывает. И немножечко появилась фантазия создать вот эти замки. Эта фантазия пришла, можно сказать, с детства. Каждый из нас читал приключенческие рассказы, и каждый из нас, просто-напросто были свои детские какие-то мечты оказаться участником этих событий. Ерекше құрылған көне қамалдар мен бекіністер шынымен орта ғасырлардағы хандық ордаларды елестетеді. Десек те мұндай қамалдардың тұрғызу ерекшелігі қарапайым, барлығы да күнделікті қолданылатын материалдардан жасалған. Плоский шифер. Опять же, здесь делаем прорези, делаем дырочки. Все это укрепляем. И получается уже что-то похожее на замок. Естественно, все это крепится на цемент, на проволоку, на сварку. Все по возможности. Талғамы көз тартарлық қамалдардың құрылысын Файзуллиндер отбасы осыдан 5 жыл бұрын бастапты. Бұл іс Руслан мен оның әкесі Әнуар Файзуллиннің бос уақытында айналысатын сүйіктісіне айналыпты. Кішкене қамалдардың құрылысы осымен аяқталған жоқ. Болашақта бірте-бірте бекіністі зәулім патшалыққа айналдыру көзделіп отыр.